Цифрларды жаттап қана қоймай, заттардың санын қалай санайтынымызды үйренеміз. Мысалы, сенде 5 тас бар. 1, 2, 3, 4, 5. Менде 5 тас бар. 1, 2, 3, 4, 5. Екеумізде тастардың саны бірдей, бірақ мен қазір алып қоямын. Саған бірдей мөлшердегі тастарды алу керек. Мен сияқты жаса, бірдей тастарды ал. Енді қара, сенікі менікімен бірдей ғой? Әрине бірдей. Қанша қалды? Қанша тастар қалды? 1, 2, 3. Яғни екеумізде 3 тас қалды. Ал қолымызда ше, екеуміздің қолымызда да бірдей ғой. Менің қолымда қанша тас бар? Ойлап тапшы. 2. Неге екеу? Себебі менде де, сенде де екеу. Енді мен қазір тығып қоямын да, тастарды алып қоямын. Ал қазір қарашы, мен қанша тасты алып қойдым? Менің қолымда қанша тас бар? Сен де мен сияқты сонша тас аласың. Мен сияқты жаса, бірдей ал. Менің қолымда қанша тас бар? 3 тас бар. Дұрыс.